Бүгін бір сұмдық жағдаймен бөлісейін. Ер адам 1 январь 1963 жылғы жалпы пенсияға шығатын уақыт ғой енді. Содан бұл декабрь айында болған жағдай. Мен просто бүгін хабарласқаннан кейін бүгін соны пост қылып салайын деген. Негізінде бүгін мен қараған адамға рұқсат жасадым, бірақ именно осы кісімен бөліскім келіп тұр. Неге? Сіздерге сабақ болсын деп. Бізде адамдарда пікір қалыптасып қалған. Пенсионный фондты жинап жатады. Егер одағы ақшаны бір жаққа аударатұғын болса, үкімет бізге пенсия төлемейді. Біз оны ешқайда аударуға болмайды, бізге тек оны пенсия қылып алуымыз керек деген ойыма жерде қалыптасып қалған. Ол кісінің маған күйеуі жазды. Осылай пенсияға шығамын, есептеп бересіз ба деп. Сосын маған осылай аннотечарына келесіз деп жатыр, пенсия, бірақ та мен январда шығам. Қазір жасатсам бола ма деп. Иә, аға, қазір жасаңыз болады дедім. Январда жасасаңыз да болады, бірақ пенсияға шығып қайтып жасап салаңыз болады дедім. Сонымен декабрьде қарадым. В общем, счетында енді осы жылдағы 63 жастағы пенсиялардың суммасы 8.300.000 ғой, 63 жасқа толған болса. Қазір жасауға да болады дедім. Пенсияға шыққаннан кейін жасауға болады дедім. Сонымен жоқ, қазір жасау керек болса қызым жасай береді деді. Сонымен 63 жылғы үлкен таптарда адам 63 жасқа шығатын тұрған кісі ғой енді. Сонымен пенсионный аннотация жасалды. И сосын бір кезде оны договорын жасап болғаннан кейін артынан әйелімен сөйлескен, потом әйелі деген звондап, ойбай, вы что, дура что ли? Ертең дейтін, пенсияда ақша бітіп қалса, біз пенсия ала алмай қаламыз. Жақсы, сіз 8 миллион бірдегесін аудардыңыздар. Сонда 2 миллион қалған, 2 миллион бізге пенсия болмайды. Давай обратно возврат сделаем деп, негізінде аннотация договор жасағанда 2 күнге дейін ақша страховой компания өткізбесе, оны возврат жасауға құқылы да. Сонымен пенсияға шыққан, январда пенсияға шыққан, уже февраль өтті. Күткен ғой енді 50% түседі деп. Ал олардың жиналып тұрған 10 миллион ақшасынан изотаяға түспейді. 5 миллион енді пенсия алып беріп жатыр, әңгіме жоқ. Бірақ изотаяға түспеген уже январдың демалыс күндері шыққан, февраль, март, уже міне марттың 31-і ғой. Сома айтады, жадыраз сенің айтқанда сол кезде өтіп договорды қайтадан возврат жасап едім. Оказывается, солай екен, НПФ-ке бардық, ана жаққа бардық, мына жаққа бардық. Общем айтқанда ақшаны енді тұрған ақша қазір тірі кезін ала алмайсың. Өліп қалғаннан кейін тең жартысын үйте өзінің уақыты бар, содан кейін барып НПФ-ке аласыңдар деп айтты. Сол кезде жасай қоюым керек еді, сол кезде ұтатын ба едім дейді. Иә, ұтатын едіңіз дедім, порог жойылады, бонусыңыз алатын едіңіз дедім, пенсияға сразу декабрьде шыға беретіңіз дедім, мұрагер қалдыратын едіңіз, ақшаңыз күймейтін еді дедім. Ақша күйіп кетеді дегенде мен түсіндіре алмай қойдым ғой, міне ақша осылай күйіп кетеді. Бірақ мен заранее кімдікі күйеді, кімдікі күймейді, оны айта алмаймын. Ол пенсияға шыққаннан кейін осылай белгілі болады. Ақпарат пайдалы болса, рахмет, лайк басып өтіңіздер, комментарий жазып өтіңіздер, рахмет барлықтарыңызға.